Ендеше отырыңдар, сабағымызды бастайық. Үлкен пәте үйленген балалы шағалы болса, кішісі мейір бойдағы екен. Алайда олар соған қарамастан жыл сайынғы егін өнімін өзара тең бөлісіп отырады екен. Күндердің бір күнінде Сендер сүйіспеншілік туралы видеороликті көріп болдыңдар. Яғни біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы отанға, туған жерге деген сүйіспеншілік екен. Сабаққа негізделген оқу мақсаты 7.3.1.1 тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған ақпарат бойынша факті мен көзқарасты ажырата білу. 7.4.4.3 фразеологизм мақал-мәтелдердің эмоционалды мәнін, көркемдік ерекшеліктерін түсініп қолдану екен. Оқушылар енді тілдік нормаға сәйкес біз мақал-мәтел дегенімізде сол туралы қазір мен сендерге түсініктеме беріп өтемін. Мақал-мәтелдер бізді ата-бабаларымызбен жалғастырып жатқан көпір сияқты. Мақал-мәтелдер арқылы олардың өсиетін тыңдай аламыз. Олардың әрбірінен ата-бабамыздың бізге қалдырған баға жетпес тәрбиесін көре аламыз. Бір жағынан мақал-мәтелдерді өмір сүру қағидалары десек те болады екен. Өйткені олардан керекті ақылдың бәрін таба аласыз. Нені істеу керек, нені істемеу керек екенін білесің. Адасқан уақытында саған бақыт беріп отырады. Демек, мақал-мәтелдерді оқып үйрене отырып, адам өмірден өз жолын таба алады деген сөз. Сондықтан ғалымның өзі өлсе де сөз өлмейді деген мақал-мәтел осыған байланысты айтылған екен. Ал мақал тәрбиелік мәні бар, ақыл сипатында айтылған сөздер тобы. Мысалы, кен болсаң, кен болмайсың деген. Мәтел ой-пікірді бейнелеп, тұспалдап, ишаралап тұратын сөздер тобын біз мәтел деп айтады екенбіз. Мысалы, қызым саған айтам, келінім сен тыңда дегенде, бұл жерде ойды тұспалдап көрсетіп тұр екен оқушылар. Ал енді мақал мен мәтелдің ерекшеліктері туралы түсіндіріп өтейін сендерге. Мақал құрылысы жағынан 2-3 бөлімді болады. Мысалы, әке асқан тау, шеше қайнар бұлақ. Ал мәтел болса, көбіне бір бөлімді болып келеді. Мысалы, суға кеткен тал қармайды. Мақал ой неғұрлым ашық айтылады. Мысалы, батыр туса, ел ырысы, жаңбыр жауса, жер ырысы. Ақыл өсиет түрінде келеді екен. Мысалы, бірлігі күшті ел тозады, бірлігі жоқ ел тозады. Ал мәтелде ой пікір ишара тұспалмен беріледі екен. Мысалы, көп түкірсе көл, көбінесе эмоционалды ренк болады екен. Мысалы, қызым саған айтам, келінім сен тыңда дегенде. Ал енді оқушылар осы мақал мен мәтелдің айырмашылығын сендер ары қарай суреттер арқылы тапсырма орындайсыңдар. Қазір мен сендерге тыңдалым және айтылым арқылы сендерге тапсырма беремін. Сендер білесіңдер. Нақ сөздердің тұрақты сөз тіркестерінің мағынасын сәйкестендіресіңдер. Дәптерге жазып, мағынасын бір-біріне сәйкестендіресіңдер. Адам осымен аған қамырмен мұқты. Оны мен мына мысалдармен, фактілермен дәлелдей аламын. Осы бош шығармайды деп айтады. Көзді ашық, қанша бұлды жолы өтті. Тәуелсіздік алған адамдар, қайрат қосып, ауызы. Тәуелсіздік алған біз осы аталарымыздың арқасында тәуелсіздік алдық. Сөйлерімді естеміз. Қаттың терісіне сыймай отырғанын көрдім дейін, нені білдіреді? Ашуланы шықты, нені білдіреді? Қорыққанда білдіреді екен. Ал тағы бар ма? Сырбайдың қуанышы қойына сыймады. Нені білдіреді? Қуанышты білдіреді. Дұрыс. Керек үшінші топ. Үшінші топ. Төбе шашы түкірді.
Қуану, дұрыс. Аллахтан басталған деді. Рахмет.